Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағанының, бірінің бірі тілеулестігінің, рас сөзі аз болатұғынының, қызметке таластығыш болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебі неде? Һәммә ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларымдікі де малды болса екен дейді. Ал мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Сопылық қылып дін бағу. Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде еғылған сопылық. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһарда жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдан кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ал ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пышатырға қойған әдет түгіл, шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығады. Оның бәрі бірін бірі қуып, қор болмай шаруа болып, өнер тауып, мал тауып, зор болғанның әсері. Ал орысқа айтар сөзім жоқ. Біз құлы, күңі, құрылда жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда сонда? Осылар бір-біріне достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болсам екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізден қас сағындық. Әрі-беріден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзімді өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшімді жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді. Егін саудасының керек жоқ болды. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, парта жиғандарын бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді.
ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйемін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асыр. Осы күнде қазақ ішінде ірі білмес кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сыйламадық па деп елдің бұлданғандарынан күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып тағы өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп тағы күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқын осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқандығын көрген соң, менің ойыма келгені. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында осындай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездной начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалыс. Екінші, назначениемен болған болыстар халықты міндетті болмас еді. Ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Және әрбір болыс елде старшина басы бірге сайланғандықтан, бұл халыққа көп залалы болғандығынан көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде кеңес болғанда 7 жарғысын білмек керек. Ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескеріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би 2 болса, дау 4 болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, бітімді, шақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінбегендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеу-екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы 3 бидің біреуін алып, яки жеруімен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітіп